Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл сабақта біз екі айнымалысы бар теңсіздіктер деген тақырыпта өтетін боламыз. Енді мынандай нәрсе, екі айнымалысы бар теңсіздіктерден бұрын сіздер бір айнымалысы бар теңсіздіктерді шешуді білесіздер. Мен соған қысқаша ғана бір тоқталып өте салайын. Мынандай нәрсе. Мысалға x минус 3 үлкен 0-ден деген теңсіздік болса, x үлкен 3-тен дейсіз. Яғни x-тіміз не болады? 3-тен үлкен. Яғни мынандай саласыз, сан өсі бар ғой, сан өсін түсінесіз ғой. Так, мына жерде 0 бар, мысалы мына жерде 3 бар. Қараймыз, x-міз қандай? 3-тен үлкен. Яғни 3-тен үлкендердің бәріне стрелканың бағытымен орналасқанда, мына 0-ді жоқ деп есептейік. X-міз 3-тен үлкен болса, мына аралықты бояйтын едік, иә? Ал егер мына жерде кіші не тең деп тұрса, онда да мына жақты бояймыз. Ол нәрсе түсінікті, кіші не тең, жұмсақ, қатаң, жалпы сондай нәрсе. Енді мынандай нәрсе, мысалға 2 кіші 3-тен деген нәрсе болса, теңсіздіктің бір айырмашылығы минус сан бір жағына көбейтілгенде бөлгенде теңсіздікті ауыстырып жібереді. Мысалға айталық, 2 кіші 3-тен. Осы екеуінше 2-ге көбейтейікші оң санға. Не болады? 2-ге көбейтсек 4, мынау 6 болады. 4 пен 6 салыстырсақ, бәрібір қандай болады? 6 үлкен болады. Теңсіздік өзгерген жоқ. Яғни мысалға 2x кіші 4-тен болған кезде мысалға x мына жақтағы 2 мына жаққа бөлініп барып 2 болса, онда теңсіздік өзгермейді. Мынау сол күйі сақталады. Егер мынау керісінше болса ше, мысалға айталық, мында жазсам 2 кіші 3-тен және осыны минус 2-ге көйтем. Минус санға көйтсем не болады? Минус 2-ге көйтсем, онда 2-ні көйтсек минус 4, 3-ті минус 2-ге көйтсек минус 6 болады. Енді қарайық, минус 4 үлкен ба, минус 6 үлкен ба? Минус 4 мына жерде тұрады, минус 6 мына жерде тұрады. Ал бізде как всегда так, мына стрелка жағы үлкен болады, сондықтан мынау минус 4 бізде үлкен болады. Қарайық, минус 2-ге көйтіп едік, теңсіздік ауысып кетті. Яғни мысалға мына жерде минус 2x кіші 4-тен болса, x үлкен 4 бөлінген минус 2. Минус 2 бұнеға бөлініп еді, теңсіздік ауысып кетті. Осы нәрсені түсінуіміз керек. Яғни минус санға көбейткенде не бөлгенде, мына x-тің алдында тұрған сан келесі жаққа көбейтілгенде не бөлгенде деген сөз ғой, негізі қысқаша айтқанда. Онда теңсіздік ауысып кетеді. Тағы бір мысал алайықшы, x минус 4 үлкен не тең, так 1-ден дейік. X үлкен минус 4 мында өтсе плюс 5, мында 5-тен қарайық. 5 мына жерде болса, 5-тен қандай x-міз үлкен. Тоже үлкен жоқ, мына аралық бүйтіп бояп қоямыз. Енді жауабы деп жазамыз, 5-тен былай қарай кете береді, қандайса плюс x-ке дейін. Нарда астында тең жоқ, яғни жай жақша болады. Неге? Өйткені 5 жауапқа кірмейді. Яғни 5-тен плюс x-ке дейінгі кез келген санды алайық. Мысалы, 1000-ды алып қойсақ, 1000-нан 4-ті азайтсақ, ол 1-ден үлкен болады. 10-ды алып қойықшы, 10 5-тен үлкен ғой. Плюс x-тің аралығында жатыр. 10 азайту 4, 6 үлкен 1-ден. Нардан 1 миллионды алып қойсақ та 1-ден үлкен болады. Бірақ 5-тен плюс x-ке дейін 5-тен кішкентай санды алып қарайықшы, мысалы 4-ті алайық. 4 азайту 4 неше болады? 1 болады. 1 үлкен 1-ден ба? Жоқ, 1 үлкен 1-ден емес, 1-ге тең болады. 5-тен кіші тағы бір сан алайық. 3-ті алайық. Так, 5-ті қойсақ 1 болады деген ғой, мен 4-ті алғанда 4-ті қойсақ 0 болады деген сөз ғой, 0 үлкен 1-ден. Ол дұрыс емес, Жалпы осылай 5-тен кішкентай кез келген санды қойсақ, мына теңсіздік дұрыс орындалмайды. Ал 5-тен плюс x-ті кез келген санды қойсақ, дұрыс орындалады деген сөз. Теңсіздіктің мағынасы осы. Енді бізде келесі үйренетін нәрсе екі айнымалысы бар теңсіздіктер. Енді мынандай нәрсе. Бір айнымалысы бар теңсіздіктерді, мысалы бір айнымалысы бар теңдеу болсын, теңсіздік болсын, шешкенде біз тек мынандай x өсінен тұратын ғана сана қосып пайдаланатынбыз. Ал екі айнымалыдан тұратын x және y-ті сипаттау үшін теңсіздік болсын, теңдеу график болсын, біз міндетті түрде Декарттық координаттар жүйесін пайдаланамыз. Ол қандай жүйе? Ол OX және OY өсінен тұратын жүйе. Бұны білеміз енді, бұл элементар нәрсе. Бұда бұлай 1, 2, 3 деп орналасады, бұлай қарай 1, 2, 3, бұлай қарай теріс, тура солай теріс орналасады, оны білеміз деп істедік. Мысалға, екі айнымалдан тұратын нені алайықшы теңсіздікті. Мысалы, мынандай түсін алайық, мысалы x квадрат плюс y квадрат, мысалы айталық, кіші 9-дан. Осындай нәрсе алайық. Мынау ненің квадрат, ненің теңдеу, ол x квадрат плюс y квадрат, ол шеңбердің теңдеу. Яғни, мынау 9 деген сөз бұл r квадратты береді, яғни r дегеніміз бізде 3-ке тең, радиус 3-ке тең. Ал мына жерде ешқандай нүкте болмаса, онда нүктесі мынау біз геометриялық мағынасы дегенде графиктерді түсіндіріп өттік қой. Яғни, мысалы мына жерде 3 бірлік, мына жерде 3 бірлік. Осындай 3 бірліктен не жасаймыз? Шеңбер жасаймыз. Так, мына жерде 3 бар. Мына жерде плюс 3 бар. Мына жерде не бар? Минус 3 бар, мына жерде минус 3 бар. Осындай шеңбер пайда болады да мынадан ше. Енді мысалы сан өсінен мына жерге мысалы бір санды ғой, x-тің мәні мысалы 5 болса, 5-тен былай қарай или былай қарай бояйтын тұғымыз. Мына жерде қалай бояймыз?
Енді қарайық, 9 деген ол 3-тің квадраты, яғни 3-ті алып қойдық қой. Осы r квадраттан қандай? Мынауымыз кішкентай. R квадраттан кішкентай, мысалы, мынадан r деген мынарамен бітіп тұр ғой. Осыдан үлкен болса, онда мынаралық болар еді да. Бірақ біздің жағдайда кішкентай болғаннан кейін ол мына қаяғынан алғанда да былай кішіге қарай, төмен қарай бағытталған да. Сол мынандай сан өсін былай салдық дейікші, мысалы, мына жерде 5 бар. 5-тен плюс x-ке дейін десе, онда сіз мына жақты боясыз. Былай салып қойып, 5-тен плюс x-ке дейін десе, онда былай жақты боясыз. Ал кіші десе мына жақта және кіші десе мына жақта боясыз. Тура сол сияқты мына жерде және мына жерде боямыз. Енді тек былай сан өсін бояй салмайды ол жерде. Ол жерде шеңбердің ішін түгелімен боямыз. Яғни есептің жауабы осы. Сурет түрінде бере аламыз да. Жазбаша түрде де беруге болады. Енді OX және Y өргісінде мына теңсіздіктің шешімі осындай болады. Мен осыған ұқсас тағы бар бірнеше теңсіздіктерді алып шығарып көрсетейін. Сіздерге нақты түсінікті болу үшін мынандай мысал алайық. Y кіші 3x плюс 1. Шеңбердің теңдеуін салу оңай, ол мына жердегіні анықтаймыз. Мына жердегілер сандалып квадратын қоямыз, несін анықтай саламыз да. Оңай. Мысалы, мынандай теңсіздік берілді. Осы теңсіздікті шешіңіз және шешімін жауап ретінде көрсетіңіз деп та. Осындай нәрсе берілді дейік. Не істейміз? Бірінші, мынаның несін салып болуымыз керек, графигін. Графигін салуды біз алдыңғы сабақта үйреттік, мынандай кесте қойып, 0 беріп, 1 беріп, 2 беріп, бір мәндерін шығарып аламыз. Сол бойынша кесте аламыз. 0 берсек 1, яғни y 1-ден өтеді. Жалпы осындай бір не өтеді. Мына теңсіздіктің, не болмаса мынаны былай алайықшы, y тең 3x плюс 1 деп теңдеу ретінде қарастырсақ, оның графигі мынандай шығады. Вот, енді график шықты, енді соған қарап мынаған қараймыз. Y-іміз қандай? Мына теңсіздіктен үлкен. Y-дің орнына жерде 1 қоя, 1-ден қандай? Үлкен аралық боямыз, ол аралық. Бұл аралық деп айтпайды, мына түзу болғаннан кейін, мына түзудің үсті жағын түгел боямыз деп айтамыз, былай штрихпен. Или былай ма бір штрихпен боямыз, жалпы боядық деп есептейміз. Не? Мына аралық түгел боялады болып есептеледі, мына аралық боялмайды, астың аралық. Жалпы теңсіздіктер бергенде осылай. Аламыз, графигін саламыз, енағын қараймыз. Y-іміз үлкен болса, 1-ден үлкен аралықты қоямыз. Жеткен, нардан басып тұрғай, бұдан үлкен аралық уже мына аяқ. Мына аяқ және теріс жақ кетіп қалады. Енді келесі тағы бір мысал алайық. Мен мына жерлерді өшіріп. Енді бұл нәрсеге тест кітапшасында негіз бір есеп или екі есеп келеді. Мына шеңбердің теңдеуіне қатысты есептер келеді. Негізі ұбт-да да тест кітапшасы деп айтып отырғаным сол. ұбт-да сондай нәрсе келеді. Енді тағы бір мысал алайық, бір мысал болсын бізде квадрат теңдеуге қатысты. Мындай, y кіші x плюс 3-тің квадраты, x плюс 3-тің квадраты минус 2. Енді мынандай нәрседе мен алдыңғы жолы айттым ба, айтпадым ба есімде жоқ. Y тең a көйту x минус m осының квадраты плюс n. Егер мынандай квадрат теңдеу берілсе, оның графигін сразу білу керексіздер, сіз мынандай бағытта білу керек. X-тің қасында тұр, X-тің міндетті түрде квадрат болады ғой, квадрат теңдеу болу үшін X квадрат болу керек. Мына жерде минус m тұрса, мысалы минус 3 тұрса, минус 2 тұрса, онда сіз мына жақта плюс жағын аласыз, плюс m-ді аласыз. Егер мына жерде плюс m тұрса, онда сіз мына жақта минусын аласыз. Біздің жағдайда минус m тұр, біз плюс m-ді аламыз. Мына жақта плюс m тұр, мына X-тің қасында тұрған санында аламыз, мына X өсінен белгілейміз, мына OX өсі ғой. Осы X-тің қасынан белгілейміз. Мына жақшаның сыртында тұрған, қосылып тұрған плюс n деген сөз, плюс n-ді мына жақтан аламыз, плюс n. N-нің таңбасы қалай? Тура солай аламыз. Мынада минус n тұрса, мына жақта минус n-ді аламыз. Плюс n тұрса, плюсті аламыз. Мынаның таңбасы керісінше жүреді. Плюс болса, мына жақта плюс, мысалы, плюс 2 тұрса, минус 2-ні аламыз, минус 2 тұрса, плюс 2-ні аламыз. Мына жақта минус 2 тұрса, минус 2-ні аламыз, плюс 2 тұрса, плюс 2-ні. Түсінікті ғой? Енді қарайық. Осы екеуінің қиылысқан жері, мысалы, мына жер парабола ғой, x квадрат болса, парабола. Яғни параболаның тармағын, яғни төбесін көрсетеді. Ол парабола бұлай орналасуы мүмкін, немесе бұлай орналасуы мүмкін. Мына алдына қарайық. Плюс қоя, плюс болса, онда парабола жоғары қараған. Егер теріс болса, бұлай тұратын еді. Егер минус болса, біздің жағдайда оң екен. Осыған қарап анықтаймыз. Енді мына а деген оның несін көрсетеді. Бұлай қанша ашылған, не жабылған. Мынаған қарап біздің бұлай мән беріп шығармауымыз керек та, сразу бұлай нетуіміз керек. Түсінуіміз керек. Қарайық. Минус 2 дедім, ол значит, мына жақта минус 2-ні белгілеп тауып аламыз. Плюс 3 дедім, минус 3-ті тауып аламыз. Минус 3-ні мына жерде. Екеуін қиылысқан жер. Мынау. Мынаның алды плюс, значит, парабола не істеп тұр? Оңға қарап тұр. Мына параболаның төбесі деп айтылады, осы жер. Енді қарайық. Осы параболамыз қандай? X квадраттан мынадан үлкен. Y-тан үлкен. Яғни Y өргөсі мына қоя, Y өргөсі бойынша салыстырғанда үлкен болса, онда мына аралықты боямыз. Бірақ
бұл аралық болғанда бізде параболаның ішін бояуымыз керек болады. Параболаның ішін бояған болып есептелінеміз. Түсінікті ғой, бұл нәрсе түсінікті. Параболаны шешуді, жаңағыдай түзуді көрсеткенмен, түзуді қай жағын қайтып бояйтын, Егер мына жерде теріс қарап тұрсақ, онда параболаның ішін боямаймыз, тек сыртын бояп шығамыз түгел. Сыртын бояп деп есептелінеді, сырты жауапқа кіреді. Шеңберді түсіндірдім. Енді келесі тағы бір бізде бір мысал алсын, квадрат теңдеуге қатысты алынсын тағы. Y кішіне тең x квадрат плюс 4-тен. Мына теңдеу салыстыруға келеді ма? Қарайық. Мұнан қайтадан тазалап жазсам, y тең a x минус m-нің квадраты плюс n. Мынаның графигі мынау. Енді қарайық. Егер m тең 0 болса, не болады? M тең 0 болса, болмайды, x квадрат болады. Просто сонда x квадрат, мына жерде m-іміз бізге 0-ге тең. X квадраттың бір өзі тұрса, онда 0-ге тең екенін түсіну керек. А мына плюс 4 ол уже мынаны көрсетіп тұр. Енді графигін саламыз. Так, ол мына m, мына графиктің түбі мұнараға келе ма, или мұнараға келе ма, соны көрсетіп тұр ғой, яғни оның түбі мұнараға келетін түсінікті. Бірақ ол мұнардан түсе ма, или мұнардан түсе ма, жоқ мұнардан түсе ма, оны қазына қараймыз. Плюс 4 деген, значит, мына минус, плюс 4 деген плюс 4-тен аламыз. Значит, мына жерге плюс 4-тің бойына график саламыз. Мына жерде плюс 4 деген нүкте бар. Енді қарайық. Мына теңдеу бойынша y-іміз қандай? Мына теңсіздіктен үлкен болса, онда біз мына кіші аралықты боямыз. Бұнда жерде уже графиктің сырты болады. Графиктің сыртын бояды деп есептейміз. Негізі былай менде дұрыс жазылмай тұр. Жалпы осындай нәрсе. Енді тағы бір осыған ұқсас бір есеп берілсін, сол есеп шешейік. Сонымен жалпы екі айнымалысы бар теңсіздіктерге қатысты келеді-ау деген есептердің барлығын шығарып біткен болып есептелінеміз. Так. Келесі. Сізге әрқашан мынандайық бермеуі мүмкін есепті. Мынандайық бермейді, жақшақ бермейді. Ол жерде мысалы мынандайық беруі мүмкін. X квадрат плюс 2x плюс 4 минус y үлкен тең 0-ден деген. Берді, не істейміз? Бізде y бір жағында тұру керек, как всегда y бір жағында тұру керек. Яғни мына y-ті мына өткіземіз. Y үлкен тең, мысалы y мына қойсақ, y үлкен тең болды ғой. Яқта тура мен просто оңнан солға қарай жазамын да, y үлкен тең, одан кейін мынау тұрады. X квадрат плюс 2x плюс 4. Енді қарайық. Мынаны қалай келтіре аламыз? Оған келтіру үшін не істейміз? Y кішіне тең, мынаны қарайық. Мынау x плюс 2-нің квадраты. Ашсақ қайтып мынау келеді. Бұл плюс 0 деген сөз. Мына n-нің орнында не тұр? 0 тұр. Енді қарайық саламыз. Так, плюс 2 екен, яқта минус 2-ні аламыз. Минус 2, енді 0 екен, значит, осы аралықтан өтіп тұр деп. Мынаның параболасы осындай болды. Шығардық. Енді y кішіне тең деген екен. Яғни, мына теңсіздігіміз мына y-тан қандай кіші? Мына y-тің бойы мынау деп есептесек, осыдан үлкен болса, y-іміз үлкеніне тең болса, онда астын боямыз, кішіне тең болса, үстін боямыз. Бізде қарайық, кіші y-іміз кішіне тең, мына сырты боялған болып есептелінеді. Так. Сыртын боялған болып есептелінеді. Жалпы, осылай есептің шешімі жалпы y-тен үлкеніне тең болған кезде осыны сыртын бояйтын болып есептелеміз. Яғни, екі айнымалысы бар теңсіздіктерге қатысты келетін есептердің барлығын шардық деп ойлаймын, түсінікті деп те ойлаймын. Егер графигін салудан қиналсаңыз, біздің алдыңғы сабақ геометриялық екі айнымалысы бар теңдеулердің геометриялық мағынасы деген сабақты қайталап қараңыз.